Кім ойлаған мұндай заман болады деп, 30 жыл ойрандады тонады кеп. Кім ойлаған министр мінген Волга жүк тасығыш көлік болып қалады деп. Кім ойлаған көршің сүт сатады деп, су сүт сатып күнәға батады деп. Кім ойлаған мектепте оқушылар бірін-бірі пышақтап атады деп. Кім ойлаған модаға жыртық киеді деп, дәретханаға ақша төлеп сиеді деп. Кім ойлаған, о тәңірім өзің сақта, еркекке еркек қатын боп тиеді деп. Кім ойлаған мал қиы пұл болады деп, топырақ қи сатып қалта толады деп. Кім ойлаған күнкөріске адамдарың мұхит асып шетте құл болады деп. Бұрындары мұндай пәле жоқ болатын, ел жұрттың қарындары тоқ болатын. Баспасына машина болмаса да, көңілі тоқ, киімі көк болатын. Не болса да халқымыз аман болсын, жемқор пәле таусылып тәмам болсын. Ұшқан құс қой үстіне қайта қонып, бозторғай жұмыртқалаған заман болсын.